Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін математикадағы масштаб тақырыбын өтетін боламыз. Ең бірінші масштаб дегеніміз не? Масштаб дегеніміз сызбадағы, жоспардағы немесе картаның масштаб дегеніміз сызбадағы, жоспардағы немесе картадағы кесінді ұзындығының оның жер бетіндегі нақты ұзындығына қатынасы. Қарапайым тілмен айтқанда, картадағы кесіндінің оның жер бетіндегі нақты ұзындығына қатынасы. Яғни біз үлкен жерді қағазға сыйдыру үшін оны неше есе кішіреткенімізді көрсетеді. Енді оң жақтағы мысалға назар аударайық. Бізде мысалда масштаб 1 бөлінген 50.000 қатынасына берілген. Яғни бұл картадағы 1 сантиметр шын өмірде 50.000 сантиметрге тең деген сөз. Оны біз метрға айналдырсақ, 50.000 сантиметрді метрға айналдырсақ 500 метр, ал километрге айналдырсақ 0,5 километр шығады. Яғни бұл 1 бөлінген 50.000 қатынасындағы масштабта 1 сантиметр 0,5 километрге тең екен. Шын өмірде 0,5 километрге тең екен. Енді бізде масштабтың формуласы қандай? Бізде масштабтың формуласы m тең кішкентайды бөлінген үлкенді. m яғни бізде бұл масштаб қатынас түрінде беріледі. Ал кішкентайды дегеніміз ол сызбадағы, яғни картадағы қашықтық. Ал үлкенді дегеніміз ол жер бетіндегі нақты қашықтық. Одан бізде екі формула шығады. Егер бізге сызбадағы қашықтықты табу керек болса, біз масштабты нақты қашықтыққа көбейтеміз. Яғни кішкентайды тең m көбейту үлкенді. Ал егер бізде жер бетіндегі нақты қашықтықты табу керек болса, онда сызбадағы өлшемді масштабқа бөлеміз. Яғни үлкенді тең кішкентайды бөлінген m. Енді мына жердегі мысалы есепке назар аударайық. Бізде берілгені картаның масштабы бізде 1 бөлінген 2000 екен, сызбадағы кесіндісі 3 см екен. Бізге табу керек нақты қашықтық қандай? Бізде нақты қашықтықтың формуласы d тең кішкентайды бөлінген m. Яғни бізде кішкентайдымыз бұл жерде 3 см болып тұр. 3-ті бөлеміз масштабты қатынасты бөлшектерінде жасақ 1 бөлінген 2000. Сонда бізде 3 көбейту 2000 тең 6000 см. Картадағы 3 см ол шын өмірде 6000 см-ге тең екен. Бұл жерде бізде ескеретін нәрсе, есептің шартында бізде d тең 3 см деп берілген. Яғни есептің шартында қандай өлшем бірлікпен берілсе, есептің жауабы да сондай өлшем бірлікпен шығарады. Мүмкін бізде миллиметрмен беріліп қалуы мүмкін, немесе километр, метрмен де берілуі мүмкін. Ондай жағдайда тура сондай қандай өлшем бірлікте берілсе, жауабы да сондай өлшем бірлікте шығады. Көптеген оқушылар бізде масштабты тек қана кішірейту үшін керек деп ойлайды. Бірақ бұл бізде қате пікір. Масштабтың бізде 3 түрі бар. Бірінші натуралды масштаб, екіншісі кішірейтілген масштаб, үшіншісі ұлғайтылған масштаб. Ең бірінші бізде натуралды масштаб дегеніміз 1/1 қатынасында кездесетін масштаб. Яғни бұл дегеніміз нысанның сызбадағы өлшемі бұл шын өмірдегі өлшеммен тура келеді. Біз мысалы тиынды алып, соны тура сондай өлшемді сызып дәптерге сатын болсақ, онда екеуінің өлшемі бірдей болады. Бұл кезде бұл 1/1 қатынасындағы масштабтың түріне жатады. Екіншісі бізде кішірейтілген масштаб. Бұл біз білетін карталар. Үлкен қаланы бір бетке сыйдыру үшін біз оны мыңдаған есе кішірейтеміз. Нысанның өлшемі сызбадан n есе кішірейтіліп көрсетіледі. Яғни бізде n бұл жерде бірден үлкен сан. Келесі бізде ұлғайтылатын масштаб. Мысалы біз микроағзаларды, биологиялық жасушаларды немесе кез келген кішкентай затты бірнеше есе үлкейтіп оны қағазға сызамыз. Мысалы 10 бөлу 1 қатынасындағы сызба дек. Ол яғни шын өмірдегіден 10 есе үлкен деген сөз. Сонымен бізде ұлғайтылған масштаб дегеніміз нысанның өлшемі сызбадан n есе үлкейтіліп көрсетілетін масштаб екен. Сонымен масштабтың түрлері түсінікті болса, ендеше келесі есептер шығаруға көшейік. Бірінші есеп, бізде масштаб 1 бөлінген 500 қатынасында екен, сызбадағы ұзындығы 3,2 см, табу керек. Бізде нақты ұзындығы қандай? Біз 3 формула өттік. Бұл жерден бізге нақты ұзындығын табатын формула үлкен d тең кішкентайды бөлінген масштаб. Сонда бізде формулаға қойсақ, кішкентайды бөлу 1 бөлінген 500, ол бізде көбейтуге алмасып, d көбейту 500 болады. Енді бізде кішкентай d-ның орнына 3,2 см қойсақ, 3,2 көбейтілген 500, ол бізде 1600 см. 1600 см-ді метрға айналдырсақ, ол бізде 16 метр екен. Яғни нақты ұзындығы бізде 16 метр екен. Келесі есеп, картадағы масштабы 1 бөлінген 4 миллион ауыл мен станцияның арасы картада 5,8 см-ге тең. Бізге жергілікті, яғни картадағы қашықтықты табу керек. Бізде нақты қашықтықты табу формуласы үлкенді тең кішкентайды бөлінген m. Бізде масштаб 1 бөлінген 4 миллион, сонда d тең 5,8 бөлу 1 бөлінген 4 миллион. Бізде бөлшек алым мен бөлімі алмасып, таңба көбейтуге ауысады. 8,8-ді көбейтсек 4 миллионға бізде 23 миллион 200 мың
сантиметр шығады екен. Бізде көбінесе біз сантиметрмен қалалардың арасын айтпаймыз, оны бізде километрмен немесе метрмен айтамыз. Бізде 1 метр 100 сантиметр бар, сонда 2 нөл сызсақ бізде 232 мың метр болады. Ал метрді километрге айналдыру үшін оны 3 дәрежесіне көбейтеміз, сонда ол бізде 232 километр екен. Ендеше келесі есеп бізде бұл есепте бізде керісінше картадағы кесіндінің ұзындығын табу керек екен. Есептің шарты, если өзеннің нақты ұзындығы 470 км болса, картаның масштабы 1 бөлінген 2 миллион болса, бұл қашықтық картада қандай кесіндімен бейнеленеді? Бізде формуламыз кішкентайды тең м көбейту үлкенді. Бізде масштабымыз 1 бөлінген 2 миллион, біз мына жерде 470 км емес, давайте сразу сантиметрге айналдырайық. 470 метрге айналдыру үшін оның 3 дәрежесін көбейтеміз. Так, метрді сантиметрге айналдыру үшін оның 2 дәрежесін көбейтеміз. Сонда ол бізде 470 көбейту оның 3 дәрежесі көбейту оның 2 дәрежесінде сантиметр болады. Енді мына 3 нөлмен бөлімдегі 3 нөлді қысқартсақ, мұндағы 2 нөлмен бөлімнен тағы да 2 нөл қысқартсақ, 470-дің 1 нөлін тағы да қысқартсақ, бізде 47 бөлінген 2 қалады. Ол бізде 23,5 сантиметрге тең екен. Яғни картадағы ұзындығы 23,5 сантиметр. Бұл есеп түсінікті болса, ендеше бізде келесі есеп масштабы 2/5 болатын сызбадағы кесіндінің ұзындығы 8,4 сантиметрге тең. Дәл осы кесіндіні масштабы 4/1 болатын сызбада сызсақ, оның ұзындығы қандай болады? Бұл жерде біз бірінші нысанның нақты ұзындығын тауып алуымыз керек. Бізде масштабтың формуласы м тең кішкентайды бөлінген үлкенді. Так, біз масштабтың орнына 2/5 жазсақ, кішкентайдымыз бізде 8,4. Енді үлкендіні осы жерден табайық, Үлкендіні тапсақ, 8,4-ті 5-ге көбейтіп, 2-ге бөлеміз. Сонда 8,4 көбейту 5 ол бізде 42-ге тең. 42-ні 2-ге бөлсек 21 сантиметр. Бізде нысанның нақты ұзындығы 21 сантиметр екен. Енді бізде есептің шартында тағы да бір шарт берілген. Дәл осы кесіндінің масштабы 4/1 болатын сызбада сызсақ, оның ұзындығы қандай болады дейді. Бұл жерде бізде 4/1 дегеніміз, бұл бізде ұлғайтылған масштаб. Бізде кішкентайдың формуласы м көбейту үлкенді. Енді осы формула салсақ, кішкентайды тең 4 көбейту 21, ол бізде болады 84 сантиметр. Екінші сызбада бұл кесіндінің ұзындығы 84 сантиметрге тең екен. Жалпы масштаб тақырыбы оңай тақырыптардың бірі болып табылады. Енді осы бүгінгі өткен тақырыбымызды кішігірім қорытынды жасайық. Бізде масштабтың формуласы үлкен м тең кішкентайды бөлінген үлкенді. Бұл жерде үлкенді дегеніміз сызбадағы нақты өмірдегі нақты өлшемі, ал кішкентайды дегеніміз сызбадағы өлшемі. Яғни бізде масштабтың 3 түрі болады екен. Яғни масштабымыз тек қана кішірейтіп қана қоймай, ол сонымен қатар ұлғайтатын да өлшемдері болады екен. Және бізде жиі жіберілетін қате, яғни бұл өлшем бірліктерді дұрыс пайдаланбау. Яғни біз есептің басында сантиметрмен есептесек, есептің жауабы да сантиметрмен шығады. Бізде көп жағдайларда картада сантиметрмен, ал қалаларды шын өмірде километрмен есептейміз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ пайдалы болса, каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер.